Тағы басқа шығарылымдарды Easy қосымшасында тыңда. Бонустар ал. Сәлем, бұл аниме дүкен подкаст. Тағы да біз қайта оралдық. Аниме дүкен. Өткенде біз Тоторо туралы әңгімелескенбіз. Енді бізде тақырып өте қызықты менің ойымша. Өйткені бір жағынан қызықты, өйткені менің достарым келіп отыр. Баяғыдай біз жалғас екеуміз. Бүгін келіп отқан Олжас, Кайл. Бұл адамдар әрине кейбір адамдарға таныс, олар музыка әлемінен келіп отқан адамдар. Біздің подкасттың негізгі тақырыбы аниме болса да, анимеде музыка өте көп және өте жақсы, сапалы. Сондықтан біз аниме туралы подкастымызды бірінші қазақстандық деп жарнама жаса салайық. Сразу сұрақтан бастасалайын. Анимеге байланысты сұрақ қоя салайын. Біраз тақырыпты былай қозғайтындай. Ең жақсы көретін, әлде тіпті есте қалған, қазір еске тез түсетін аниме. Бір аниме. Кайл, сен баста. Мен қазір көріп отқан аниме Царство деген аниме. Ол көп сериалға аниме ма? Иә, қазір 3-ші сезоны. Царство көріп пе едің? Жоқ, мен көрмеген. Жаңа 3-ші сезоны, ең бір сезоны 1-2 жыл бұрын басталған ғой, значит, е? Қашан басталған? Біраз болды. Царство не туралы? Бір жыл. Нешінші сезон? Соғыс туралы ол жерде. Исторический жанр анау. Маған қызық емес жанр. Саған қызық емес. Мен жақсы көремін жанр. Самурайлар ма әлде қазіргі уақыттағы соғыс па? Самурайларға жақын. Сол дәуірге жақын. Сол дәуірге жақын, иә. Ол жерде екі кейіпкер бар. Бір король дейміз ғой, жәнедегі хан. Хан бар, және бір жауынгер бар. Соның ең жақын досы болып келеді. Екеуі солай болады, екеуінің арман туралы. Сол өздерінің елдерінде бүкіл бөлінген елді біріктіру. Баяғы сол Қытай, Жапондардың бір үлкен ауыр тақырыбы, иә. Бәрі бөлінген біріктіреді. Сол император біріктіре ма? Әлі біріктірген жоқ. Әлі біріктіріп жатыр ма? Біріктіруге тырысып жатыр, бірақ та бүкіл ел қазір соларға қарсы соғысып жатыр. Соларға жабылып жатыр. Және жауынгер императормен бірге ма әлде қарсы ма? Ол жауынгер жай қарапайым отбасыдан шыққан ғой. Ал ол кезде адамдарды жәндегі шыққан тегіне қарай жаңа көтеріп отқан. Генерал сондай үлкен лауазымды алып шыққан отбасына байланысты. Ол қарапайым отбасынан шыққаннан кейін оған өте қиын. Ол әр соғыста өзін көрсету керек. Жапонда қандай сол дәуірдегі енді заң, е? Егер сен сондай семьяң қарапайым болса, ешқандай көтерілмейсің ешқашан. Ондай біздің өмірімізде де қазір сондай болды. Сол ма? Арғы тегіге қарай ма? Тамыр таныстыққа. Тамыр таныс. Ол кезде текке қатты қараған, қанша табысың сол тегінге байланысты. Сол жауынгер сонда оның досы, е, жаңа императордың. Иә. Атын есінде ме? Аты есінде. Біраз оған қарап тұрған. Күшті. Басқа қандай аниме көрдің? Сага Винланд қараған шығарсыздар. Иә, қарадым оны. Екі сезон, екінші шықты. Саганы көрмедің ба? Тоже. Тарихи, иә. Скандинавия, ойдым қателеспесем. Мен онда тез Олжаспен сұрай салайын, Олжастан. Сенің қазір еске түсіретін анимең? Наверное, классика, Тетрадь смерти. Тетрадь смерти? Әрине, біз талқылап тастағанбыз. Оның қазақшасы қалай болды? Ажал дәптері. Ажал дәптері. Так, лови, да? Ажал дәптері. Қазақша аударылған, дыбысталған. Ол саған просто қарап қызықпен уақытша қарадың ба, әлде қатты ұнады ма саған сол аниме? Блин, по идее, ең бірінші анимем соны маған көрсетті да, Дулат. Зак. И бір күн айтады да, мен қарашы мынау анимені. Аниме не екенін көрсетейін. Егер Дулат көрсеткен болса, сен кейін қарапсың ғой, аниме ерте шықты ғой. Сен осы жақында қарапсың. Нет, иә, ол жақын болған кезде где-то 5 жыл ма, 6 жылдан сол өтті ғой примерно. Содан кейін бірінші ретте қарадым, кәдімгідей вау, типа нерде детективный больше андай. Мен анадай
киноларда үйреніп қалғанмын да, то есть где-то предсказуемость бар, где-то андай не бар да, то есть білесің да қалай болады екен, мынау точно мынау деген сияқты поступкаларын примерно угадывать етесің да, а мына жерде такой, ух ты, что-то маған новое, что-то солай сразу ұнады да. А потом мен екінші ретте қарадым, уже менің взглядым уже ана жерде өзгерді да. Толық екінші рет қарап шықтың. Иә, сен уже мынау былай істеген екен ғой, уже сен уже басқаша ойлана бастайсың да, сен басқаша түсіне бастайсың детальді, то есть поведениені, ана персонаждардың эмоциясын, сосын барып уже басқаша қарайсың да. И потом басқа достарыма айтамын да, блин, ана қарашы деп қаратасың ғой, сол кезде уже по-другому да, то есть уже андай үшінші эмоциям уже былай екен ғой деген сияқты сондай нәрселер бар да. Сонымен негізі менде де сондай бір әдетім бар, Қайта айтып отырамын, рекомендация. киноның үстінде айтып отырамын, кино көргеннен кейін басқа адамдарға айтып отырамын, соны көп адамдар айналамдағы шаршап кетеді менің сөздерімнен. Бірақ та жаңа Олжас айтпақшы, мен айтқан кезде өзім тағы бір алдында білмеген затты көремін да, айтып отқан барысты. Сондай нәрсе зат қой, анандай достарыңа көрсеткен кезде тағы бір ашылады екен. И достарың еще былай өзінің эмоциясын айтады ғой, сол кезде ол басқаша айтады да. Ну то есть сен еще больше начинаешь думать, білмеген бірдеңені қарап қаласың. Сен былай ойлайсың ба деген сияқты именно ойлана бастаймын да. То есть мен мүмкін қателесемін да. Былай ұста, былай. А не ойлайсың ғой. Сондай андай нелер бар да, достарымен талқылағанда қызық та, оның өзінің көзқарасы, ол қалай ойлайды екен. Сонымен жақсы маған аниме содан бастадым да, содан кейін барып басқа екінші не болды менде, екінші Атака титанов сендер ғой негізінде. Сендер ғой. Кінәлі. Бір күні озвучка ма сондай басталды ғой, помнишь, это бұрынғы тема. Содан дыбыстау Қазақстанда болмаған кезде біз бастағанбыз. Міне Олжас осы жерде как раз мен айтып кетейін, көп көрермендер негізі подкасттың көрермендері әрине адамды қонақты білгісі келеді. Сондықтан мен мына жерде айтып кетейін, Олжас профессионалды түрде музыка жазады, музыка сүйемелдейді, музыкаға байланысты, дыбысқа байланысты менде маманды адам. Бұл енді әрине бірінші неде әнші. Бірақ өзі де жасап қояды музыканы. Өзі жасап қояды. Қазір өзі музыка жасамайтын әнші жоқ шығар. Өте дарынды бала. Оны былай көп түсіндірмесек те, бұның өзінің қылығы өзі туралы айтып береді. Қылығының суреті ерекше жігіт. Ерекше жігіт. В общем, мен қателеспесем, жаңағы мен өзім жеке просто өзімнің эмоцияма байланысты Токийский гуль бар ғой. Содан бастап мен музыкаға внимание аудара бастадым. Бұрында опенингтер болды әрине. Там әйгілі анау Sailor Moon'ның несі музыкасы. Токийский гульден бастап енді бір керемет бірдеңе керек болдыған сияқты да. Содан кейін әрине Титанның жаңағы музыкалары, тіпті Америкадан келген нелер бар екен, рэперлер бар екен. Жапониядан, Германиядан, Америкадан жиналған Титанға арнап кәдімгі жазған музыкалар. Анау мен айтқаным, это ненікі, вроде бы, Тетрадь смертидікі, который... Тетрадь смерти. Солай ма? Тетрадь смерти мен есімде бір күшті басталған зажигающий музыка бар. Сол мен не сөйтіп ғой. Сам основной трек ғой, вроде бы, основной. Потом өзгереді да, бір какой-то частьтен кейін. Үшінші, нет, 15-ші неден кейін ба. Сериядан кейін өзгереді сол несі, басқа музыка ол. Қандай, вообще, жалпы қандай музыка, қандай әйгілі бір естерінде бар ма? Любой анимеден музыка. Наруто ғой. Нарутоның музыкасы білесің ба? Қайда қазір бізде көп концерттерде оркестрмен даже айтып. Не просто. Сол Нарутоның ба? Мен не простадан қайта мен Нарутоны көрмегенмді. Сол не простадан ғана естідім. Сол әнді несі бір орыс қыз айтады, иә? Нашар етеді деп естідім. Мен бұл жерде ашық айтып берейін. Менің таныстарым бар келген сол концертке. Сол айтатын перепевкасы нашар ма? Перепевкасы. Мен сол таныстарым жанкүйерлер ғой Нарутоның.
жаман андай әсер алып келдік деп. акцентпен айтынша жапонша білмегеннен кейін Акценті бар, көп фальш дейді. Енді мен жамандамай ақ қояйын, жамандап қойдым ғой енді ол жерде. Монтаждың өзі біз кеспейміз деп бәрін былықтырып отырсам иә шындықты айту керек. негізі не просто молодец, жаңағы классикалық музыканы дамытып жатыр, анда-мындай. Оның әрине бізге бір ұнамайтын жағы бар. Енді авторлық заттарды қолданып ақша табуға болмайды ғой заңды түрде. Нарутодан басқа бір мықты әуен естіріңдер ма? Жаңағы сол айтқан ән сонда Жапонияда Нарутоның үстінде сол сөздермен шыға ма? Әлде музыкамен шыға ма? Жәнегідей анименің саундтрекі болады ғой ең басты. Сондай ән ол. Ең басты ән. Менде Титанда әр сезонда бір хит шығатынын байқадым. Соңғы сезонда бір қыздың ең бірінші версиясы бір неміс әнші қыздың версиясы бар ғой деймін. Жапонша ән, ағылшынша версиясы бар. Ну енді музыка өте маңызды анимеге. Ол да мысалы 100%-ның бір звук деген влияниесі именно көп сияқты. Өйткені музыканы саундтрегін істеу это андай не да өте қатты әсер етеді. Ол да эмоция ғой. Мысалы какой-то экшен болып отырып, и тут на фоне музыка играет, и сен оның жеткізе біледі да анау музыкамен. Сондай әсер. И анимашный музыканың өз ерекшелігі, өз стилі бар да, ол J-pop да, них называется. J-pop негізі ұқсайды, жаңағы. Ұқсайды дегенде анимеге көп қолданады, J-popтың әншілері. J-pop очень сондай неге да, келеді да. Музыкасы именно вайбы бөлек да. Эмоцияға. Да, он, можно сказать, азиатский вайпы бар да, ол жерде какой-то колориттер бар, там звукпен, инструменттермен, и олар көбінесе рок жанрын қолданады ғой. Мен білмеймін енді. Рок әрине бір елге байланып қалған жанр емес қой. J-rock деген жанр бар. Иә. Ол J-pop'тан алдын пайда болған негізі. Негізі рок мысалы джаз Америкада туды, жарайды. А рок қай жерде туды? Ол да Америкада туды. Америка туды ма? Иә. Америка бәрін істей береді екен. Сонда да енді рок деген әйгілі бүкіл әлемге неге таралған не ғой жанр. Келсем, жапондық рок совсем басқаша. Жапондық рокта бір ритм көп па, тезірек па, сондай бір деңгесі бар. Оларда эмоция. Эмоциясы көбірек шығады. Бит түседі, жаңағы несі, горка сияқты американский. То есть анимеде это эмоция ғой, аниме деген эмоция. Анимеде мысалы персонаждар деп жынданады ғой. Сол кезде еще музыка, еще аның барлығының влияниесі. И ода агрессивтік момент жақсы жеткізеді да. Именно кәдімгі мысалы екі боец төбелесіп жатқан кезде андай, мысалы аниме көріп жатқан кезде ух ты деп. То есть ондай фильмнен алмайсың ондай эмоцияны. А именно мынандай кезде персонаж бар. И музыка фоновый қатты әсер етеді да. И сенің ішіндегі эмоцияң ух деп кетеді да, андай прямо непередаваемый. Сол кезде анименің ерекшелігін түсіне бастадым да. Аниме музыканың, жапондық музыканы дамытуға үлкен себепкер. Жапондық музыка анимені дамытуға тағы екеуі бір-бірін қатты реклама жасайды. Ал анау осы анимелерге опенингтер жазу үшін бір танымал адамдар шақырады ма? Ондай прецеденттер бар ма? Анименің мысалы көлеміне байланысты, егер үлкен студия жасап жатса, бір әйгілі манганы бір 100% гарантия успех болатын манганы экранға түсіріп жатса, әрине оның ақшасы көп деген сөз, олардың студияның ақшасы көп. Как фильмде Ханзимерлар, олар нереально қымбат нелер ғой. Айтпақшы, Голливудта бір не бар, қалыптасып қалған. Сен Джон Уильямс шақырсаң болды, сенде жаңағы успехтің жартысы обеспечен. Әйгілі актерлар, сосын Уильямс шақыру керексің музыкасын. Өйткені Гладиатор, там Челюсти, әр сондай хит, Звездные войны, Индиана Джонс, әр хиттің өзінің музыкасы бар. Сосын Индиана Джонстық тоже сондай Челюсти. Оны бәрі Джон Уильямс ойлап тапқан. И сол сияқты мынандай бір мықты, мен аттарын есімде жоқ, Жапонда да бар.
енді соны шақырсаң енді болды деген. Әрине біздер бұл жерде мен танитын, мен көп көңіл бөлетін ол Хисаиши. Ол жақта әрине менің өзім қатты жаңағы Миядзаки сүйіп көретін болғандықтан оның музыкасы әрине. Бірақ та бір қызығы Хисаишиді мен Миядзакиден таныған жоқпын. Миядзакиді көрдім бірінші, көріп жатсам да кім екен, музыка жазған кім екен білмедім. Мен Хисаишиді Китанодан таныдым. Китаноның музыкасы өздерің білесіңдер ғой, мықты. Енді ол түңілдіріп музыка өте өзгеше анимеден қарағанда айтпақшы. Хисаишидің сонда бір ерекшелігі бар. Ан жақта Мадамасаның бір әйгілі осы жақында қайтыс болған композитор бар. Шетелдік Голливуд киноға да музыка жазатын. Сол кісі Хисаиши тағы да басқа композиторлар, олар классикалық музыканы қолданады да, соған байланысты кең, Джон Уильямсқа біраз ұқсайды. Аниме, көп сериялық анимелерде, осы жалпы қазір өте әйгілі хит болып жүрген анимелерде, жаңа ол жетіспекші рок қолданады көбінесе. Сол рок бағытында да әйгілі композиторлар бар. Мен олар танымаймын, бірақ та былай музыкаларын көп тыңдаймын. Сонда Миядзакиге анимелердің бәріне жазатын сол кісі ма? Хисаиши тек қана сол. Оның ерекшелігі тіпті Миядзаки музыканы, анимені бәрін түсіріп, сызып береді. Содан кейін Хисаиши музыканы бәрін толықтырып жазғаннан кейін тағы да сызады екен, өзгертеді екен. Музыкаға байланысты. Музыканың әсері соншалықты Миядзаки өзі қалауымен сюжеттің өзі өзгеріп тастайды екен. Музыкаға байланысты. Сондай енді әйгілі легенда бірге жұмыс істейді. Студияда бәрі отырады. Нақты жаңа микрофон тұрған жерде бәрі отырады. Ол жақта отдельный кабинка деген жоқ. Бірақ та тып-тыныш отырады. Неге бәрі отырады? Соның себебі көп дубль жасайды екен. Өйткені мысалы біреу айғалап береді персонажды. Ана жерде музыкасын да жасап отырады, қайта-қайта өзгертіп, бірдеңесін өзгертіп, бір дыбыс қосып. Сосын жаңа дубляж жасайтын актерлар ұсына береді қайтады. Бүкіл жұмыс жаңа Миядзаки, басқа авторлар бәрі отырады да, о, мынау жақсы болды деп. Сөйтіп, әйгілі мынандай бір сахна бар екен, бір сөзді, бір айғалаған сөзді 8 сағат жазған кез бар екен. 8 сағат. Сол жаңа адам бір сөз қайталай берген. Сондай енді жапондықтар Дотошный. Бізде сондай болмайды ғой, мүмкін емес қой. Блин, бізде де болады оны, бірақ енді ондай қатты емес енді. Шаршап кетеміз просто 8 сағатқа дейін. Қазіргі заманда видишь, андай баяғыда сөйтетін болмыз да, мысалы, баяғы заманда мен мысалы перфекционизм ғой менде, и бір нәрсені бір звукты біраз отырасың да бүйтіп, дизайн жасап, нет, не то деп. Қазіргіде уақыт жоқ та, то есть қазіргі заманда так, сен эффективный болуың керексің. Сол үшін сен андай тез жеткізуің керексің. Сол үшін даже мысалы музыканың BPM-дерін қарасаң, баяғыда 4 минут, 3 минут болатын, қазір уже 2,5 минут, уже 2 минут уже, да, адам шаршай бастайды. Информационный век дейді ғой, сонда и постоянно музыканы тез тыңдайды, не істейді, то есть постоянно мысалы біреулер тиктокта отырады, переключается, инстаграм переключайын, и внимание деген просто. Сонда соған байланысты музыкада өзгерді ме, жаңағы адам информацияны көп ауыстырады, сонда бір видео, күлкілі бір видео жыламышты, сонда эмоция да ауысып отырады. Сен мысалы кейбір кезде өлең басталған кезде ақырын басталады, ақырын келеді, вот, мына жерде куплет, мына жерде припев дейді ғой. Қазір припевті сразу бересің, то есть эмоцияны сақтамай тез осындай короткий уақытта тез беруің керексің да, и сондай. Айтпақшы, жаңа опенингтер, эндингтер, оларды көбісі толығымен тыңдамайды, былай бірақ бір припевін, куплетін білетіндер көп қой ол жақта. Ең басын ғана біледі ғой адамдар. TikTok сондай болып қалған сияқты, музыканы қысқартып тастаған сияқты. Сен цеплять должен осындай короткий. Бәрін қысқартып отқан сияқты. Қазір адамдар, тіпті музыканттар, біз өзіміз жақынымыз ғой, музыканттар сол жаңа TikTokқа өтетін бір бөлігін жасайды. Мысалы, кім ол жасайды ғой, сол жерде бір адамның әуені мықты болуы мүмкін, сөздер кенет болуы мүмкін, бірақ та бір музыка жаңағы билейді ғой, қайырмасы сияқты
Бейонседің әніне биледі, ананың әніне биледі. Бір испандық қыз өте әйгілі болып кетті тиктоктың жаңағы бидің арқасында, трендтің арқасында. Сол сияқты музыка бүйтіп қысқарып келе жатыр. Бірақ та тиктокта әйгілі болған қысқа үзіндінің арқасында, мысалы жаңа испандық қыздың әні 300 миллион көрсетілім жинапты. Кеше ешкім емес болған адам. Сол қазіргі тордың несі күштілігі сол ғой. Бірақ менің ойымша ол не сияқты да, былай пружинаны бүйтіп қысасың ғой. Қыс келе берсің, бір точкаға тоқтайсың да, кейін ары қарай жүрген уақыт қайтадан орнына келеді. Сол сияқты адамның да ақпаратты қабылдау қысқарып, бірақ ол бір точкаға келгеннен кейін бәрібір жарылып шығатын сияқты. Негізі жақындаған сияқты, өйткені мен өзім байқадым, адамдар жалығады ғой қысқа нәрсе. Көп ұзақ контентке қайтып келе жатырмын қазір. Иә, дәл солай. Мен қазір ұзақ контент көретін болып кеттім. Бәріміз сол. Қысқадан шаршау заманы қазір енді басталған сияқты. Иә. Аниме көш керек, бірақ та анимеге байланысты біздің әрқайсымыз енді аниме тұтынамыз. Ол жақта алатындарымыз бар. Жалпы музыка неше жасында бастадың? Сол Олжас, сен бірінші айтшы. Неше жаста сен бірінші жаңа отырып бүйтіп не ойнадың? Музыканы школда оқып жүргенде андай постоянно соткаға бір-бірімізге музыка передавать етеміз. Жаңа музыка шықса сразу звонок қоямыз. Сондай моменттер болды. И біздің классқа бір екі близнец келеді, екі бала. Сол екеуі музыка жасайды екен. Мен айттым, сендер немен айналысасыңдар? Біз музыка, ремикс, жаңағы бір өлеңді екінші өлеңге былай не істеу, короче, андай қосу, иә, сондай элементтер. Мен тыңдадым да, ух ты, интересно деп, маған қызық. 10-шы класс қандай? Где-то 7-ші ма, где-то так солай. И потом айтам да, вау. И мен өзімде жаңағы программаны сол балалардан алып алдым да, и солай степ уже тоже ремикс істей бастадым. И потом бір күні қарасам, анау екеуі уже авторский жазып жатыр да, уже жаңадан мелодия құрастырып, я говорю, типа өзің шығарып жатсың ба деген сияқты. И аналар уже уровень чуть жоғары болып кеткен да. Мен ана жерде ёлки, сен бірдеңе дұрыс істемей тұрсың деп ойладым. Мен айттым да, то есть мен ремикс деген енді бір-бірімен өзің авторский емес та, то есть а олар уже өздері істеп жатыр да, битті с нуля жаңағы. И сол кезде мен былай қарадым да, блин, үйретіңдерші маған деп. Сол екі близнец маған үйрете бастады, сол мен уже ары қарай кетіп қалды музыкам. И каждый раз школға келген кезде, так, бүгін не істедің деген кезде, ана балаларға қосам, мен мынандай істедім, олар маған өз вечерін көрсетті да, прикольно деп, и солай, короче. Там мен уж музыка түсіндім, что, блин, музыка маған өмірімде андай призвание, сенікі екенін түсіне бастадым. Сенің затың ба? Иә, вот көбісі ерте түсіндім да осыны. Блин, музыкамен, осы өмірім музыкамен арнасам екен, осы музыкамен айналыссам екен деп. Солай школда арман айтамын. И параллельно там хобби болды, там футбол ойнау, там сурет салу деген. Бірақ та олар маман профессия болмады, иә? Иә, профессия болмады. Ақша табатын тек қана музыка болды, иә? Ақша табатын болған кезде, ол кезде ондай ақша табатын емес, осымен ақша тапсам екен, қалай табуға болады екен, вообще ондай бар ма деген сияқты. И солай уже зерттей бастайсың да. И сол уже школдан өтіп, колледжге барып, балалармен там рэппен айналысатын балалармен танысып, солармен бірігіп, давай хип-хоп музыка істейін деп, балалармен танысып, соларға музыка істейтін тұғымыз да. Солай басталды музыка. Бір баламен таныстым. И ол бала, оның несі лақабаты не да? Коста МС. И слово Костанай деген. Қостанай жігіттер. А мен соған несі биттер жасайтын тұғымын да. И мен най болып қалдым. Давай Костанай болғамыз. Екеуі Костанай ба? Сен бірге жасың ба? И содан кейін барып айттық та, короче, блин, болашақта қайда барсақ та, қайдан шыққанымызды не істеу үшін, білу үшін. Екеуі де еще жақсы құлаққа естеді, қосқан кезде сонда сөз. И ол бала
в итоге Астанаға кетті, мен Алматыға. Сол коста өзі бөлек, мен най болып қалдым. Потом солмен Олжас най болып кеттім ғой, в общем. Я бізде ең бірінші диджей най деп андай ол кезде желекті нең болды ғой. Бұл баланы мен бір қысқаша айтайын, мен білетін затымды. Бұл балалар бірнеше бала болып жинап келді. Ол қалай жиналған білмеймін, өзі айтатын шығар. Қандай жас болды, немене ән айтып жүрдің. Сол жаңағы мына жапондық неге ұқсайды. Мә деген біздің қазақтың дыбыстары бар. Ал мә оның бәрі ұмытылып кеткен. Біз колледждан ғой. Мен колледжде оқып жүрдім ол кезде қанша екінші курстамын ғой. Сол Ануар мен кім Асанали аға. Сол екеуі бірге келеді. Маған сондай ұсыныс тастайды. Осындай группа болайын деп жатыр. Сен саған ұсынысты неге саған сен ән айтып жүрдің ба? Иә, мен колледжде оқимын ғой. Колледжде ән айтып жүрдің, иә? Оларға сондай вокалист керек болды да. Сол себепті маған бірінші Ануар, білмеймін қаяқтан мен тауып алған. Сол тауып алды, кездесек. Шашын сары болды ғой. Иә. Соны колледждің жанында кездестік, потом Асекеңдермен кездестік. Ол кезде уже Руфат бар тұғын. Жаңа кішкентай деп атқан. Ол да бар тұғын. Содан кейін ағайындылар келді, одан кейін да біз сол Алиш, Руфат бәріміз өзіміз 1-2 жыл жүрдік қой, Асекеңдермен. Одан кейін жаңа Алиш кетті, оның орнына басқа адамдар болу керек болды. Біздің группада даже Хиро да болған. Одан кейін мен жаңа Еркеханды көріп қалам, ағайынды біреуін. Ол менен кейін тапсырады. Көрем, бала өзінің авторский әнін айтып отыр жаңа. Ол жас айтпақшы. Ол бала колледжге түсіп, өзінің авторлық әнін айтып отыр. Ешкім қабылдамайды оны мұғалімдер, өйткені түсінбейді оны жаңа. Ал мен сразу ол. Неге ұлттық емес деймін мұғалімдер? Жоқ, ол андай британдық поп музыка стилінде жаңа авторский өзінің әнін. Бізге дамымаған, келмеген музыка. Иә. Бірақ өзінің әнін айтып отыр, сол стилде. Мен брат бергесейді. Брат сен жүрсейді. Сол біз бәріміз бірдеңені снимать етеміз ғой. Менде ән снимать еткен кезде ең бірінші әрине әншілікті вообще қарамайтынмын. Бірақ та снимать етіп бастаған кезде Джексоннан бастадым. Сен кімнің қандай әнді бірінші былай еліктейтін адам ба? Орындаушы. Тони Брэкстон дейсің? Мен былай айтайыншы. Мен мектеп уақытысында осылай ән айтып ән тыңдап жүрген кезімде, яғни жаңа Музарт ағаларымыз бар, баяғы кезінде музыкалар, Шәмші көкеміздің әндері, бізде сол әндер болады. Соларды айтып жүргенде, бірақ мен өзіме ішім пысатын тұғын. Именно сол мелодияны қайталауға, сол техниканы қайталауға. Мен өзімнің бірдеңе қосатын тұғым да. Сол әнді басқаша, иә? Иә, кішкене өзгертіп. Соны бір кісі тыңдап қалады. Жаңа бір дос балдармен ұстап отырып. Сол кезде мен бір әнін орындап берем. Жаңа өзімше бірдеңе істеймін. Сол кезде сол кісі тыңдап қалады да, о дейді да, сен маған кел, бәрі біткен соң сөйлесейік дейді. Барам сол кісіге. Сосын айтады, сен негізі алда тыңдады. Мынау сен деп. Мынау саған жақын, сен ары қарай өсуің үшін мынау саған көмектеседі. Ішін ашам, Boyz II Men, Backstreet Boys, Брайан Макнайт, Майкл Джексон, бәрі бар. Брайан Макнайт бар ма? Бәрі бар. Ана кісі өзі жинағанда бүйтіп. Соны маған береді. Соны ağzынан кешкейін. Қандай жақсы. Менде де сондай сборниктер болған, мен былай жас балаларға беріп жүретін. Қандай жақсы, былай бір адамның егер болашақта музыкамен айналысатын болса, үлкен себепкер болады ғой сондай. Бір сыйлық, жай бір сыйлық. Ол кісі соншалықты музыкаға жаңағы неге берік адам. Мен Алматыға бірінші рет алып келген кісі. Жүріп оқуға түсті. Ол адамның есімін ең соңында подкасттың білеміз. Қазір айтайық. Мүмкін ашпаймыз десе. Сол жаңағы Брайан Макнайт деп мен әдейі неткен себебім, сызған себебім, бұл жігіттің фальцеті мықты. Ана жақта фальцет енді анау король деуге болады, ана жақта фальцетпен.
баягы сол действительно саған үлес қосты ғой жаңа әр қайсы Boyz II Men, Brian McKnight. міндетті түрде. Анимеге көшіп келейікші. Аниме толық метрлік аниме көрдіңдер ме? Көресіңдер ме? Иә. Қандай естерің? Хаяо Миядзаки. Мая. Ходячий замок ба? Ходячий замок. Соның ғана атын білетін шығар. Қалғандары қиын ау. Олжас. Менде по идее андай отрывоктермен көргенде ма, мысалы көбінесе бізде кішкентай кезінде тоже андай каналдар аз ғой. Содан кейін анимені көргем, бірақ аттарын да есімде емес та. Сол кезде анимені біртүрлі андай өзім Дисней жаңағы кішкентай кезінде қарайсың да, анимені бірінші рет көрген кезде мынау что за стиль деп андай түсінбейтін тұғым да, олардың персонаждары да андай қорқынышты. Вообще негізгі азиаттар насчет андай жесткий темалармен, то есть эмоцияны қатты аямай шығарады да. Неге Америка қарағанда олар более мягче, более Кезде цензура жоқ сияқты ма? Цензура жоқ сияқты ма, а анимеде наоборот жестче да, то есть эмоцияңды прям алып кетеді да. Сол сияқты сондай. Бұл жерде жаңағы неге айтпақшы, ходячий замок айтпақшы, ол жердегі музыка да әйгілі болып кеткен, вальс жаңағы. Онда Хисеевич жазған. Музыка өте ғажап. Бұл жақтың анимесінің музыкасы әйгілі болып кетті. Жаңа Тоторода егер нені ойыншықты сатқан болса, ол жақта музыкасы бәріне танымал болып кетті. Олжастың сөзінен кейін мен бір не ойлап отырмын да, негізі Олжас екеуміз біз көп жыл таныспыз. Көрермендерге айтып кетейін. Біздің көп сөйлесетініміз ол жаңағы Marvel әлемі, DC әлемі, сол комикс қой баяғы. Комикс енді былай екеуі бәсекелеспесе де, екеуінің жанкүйерлері мүмкін сол бәсекелестікті айтатын шығар. Комикс пен манганы салыстырсақ, қандай айырмашылықтар бар? Сен мысалы, мен білем, көбірек комикс жаңағы персонаждар туралы Marvel әлеміне көп бақылайсың, білесің. Сен былай айырмашылығын қалай айта аласың? Ол әлемде қандай ерекшеліктер бар? Аниме әлемде, манга әлемде қандай ерекшеліктер бар? Мысалы сен жаңағы бірдеңені көрген кезде, анимені көрген кезде, кітап оқыған кезде бір эмоциялар аласың ғой. Мысалы мен бірінші орынға енді кітап өз фантазияң да, жаңағы оқып алып өз фантазияларың кетеді да. А потом оны екінші келсем эмоция жағынан, жаңағы не жағынан, сезім жағынан это аниме. И содан кейін барып там сөйтіп қоя аласың ба? Там сериал жаңағы сондай эмоциялар. Білмеймін, мүмкін сондай ощущение болды да последний мысалы нелерді ғана, потому что андай көрген кезде эмоциям реально анимеде прямо мықты әсер аламын да. А комиксте ше? А комиксте ол да по-своему, бірақ то есть ол да андай да, то есть ол жерде түсіріледі ғой, түсірілген кезде сен до конца фантазияңды жеткізе алмайсың да. Суретпен салған кезде сен уже миыңда тұрғанды более-менее көрсете аласың да. А былай реализовать ету автордың ойынша қиынырақ та. Анимеде сен өзің фантазияң так, мен мынандай кадр көріп тұрмын деп былай саласың да, зрительге эмоцияңды бере аласың. А уже былай түсіруің бойынша ол там техника бар, там түсірілу уақыт бар, то есть ол не андай. Ол жағынан біраз өзгеше. Мен негізі ойлағам, комикс әлемінде жаңағы кейіпкерлердің өмір баяндары, қажет туған, қандай жағдайда туған, кім ағасы, кім көкесі, кім нағашы жағы бәрі белгілі ғой алдын ала. Кім кіммен шайқасады, содан кейін барып кім кімді көтеріп алады, содан кейін кіммен тағы шайқасады. Бүкілі белгілеп қойған, сөйтіп бір әлем құрған ғой. Сол сияқты сонысымен мен ойлағам, комикс біраз алдыда деп ойлағам. Бұрында. Бірақ та өзім жанкүйер, мен көбірек анименің жанкүйерімін. Комиксті де қарайым, жаңа Marvel, DC әлемін қарайым, фильмді, кинолар. Әрине ол кино, ол жақта мультфильм. Бірақ та мен көбіне жаңағы сен айтпақшы, аниме жағынан жақынырақ болып шықтым. Негізі комикс пен манга, аниме деп айтайық. Анименің айырмашылығы менің ойымша, ол комикс деген ол таза рационализм. Ол жерде барлық алдын ала белгілі,
авторға, кемінде авторға белгілі. Идеализирован. Иә, барлық жоспар бойынша, шаблон бойынша, жоспар бойынша жасалынған. Иә. Ал анимеде олай емес, аниме сентиментализмге жақын. Ол жерде бір андай физика заңдылықтары, болмаса бір адамның логикасына сиятын нәрсе деген ол шаблондарды жырып тастайды да, былайша айтқанда өзінің шаблонын ойлап табады ана жерде. Осы жағынан екеуі бір-біріне мүлде кереғар сияқты. Ол адамның мінезіне байланысты. Егер сен толықтай батыстық көзқарас ұстанатын, рационализмді ұстанатын болсаң, онда сен комикс көресің да. Ал егер сен кішкене эмоцияға, шығармашылыққа қарай жақын болатын болсаң, өзің ішкі эмоциялармен сөйлесіп жүрген, сонымен ақылдасып жүрген адам болсаң, онда былай қарай бұрыласың да, әркім өз таңдауға байланысты сияқты болып көрінеді. Сол жағынан біз енді өзімізді азиаттыққа біз енді туыстығымыз бар ғой жаңағы. Жақынбыз. Кезінде олардың эмоциялары бізге реально жақын, сонымен баурап алады да. Өйткені анадай бір персонажды көрген кезде, мысалы мен корейский фильмдерді көрген кезде айтамын да, мен мынау жігітті мынаған ұқсатамын деймін да, өз өмірдегі. Бір көршіге ма мысалы? Мынау ғой деген сияқты, копия ғой деп мінезі да. Солай да, сондай моменттер болды. Америкада сен оны жаңағы сравнить ете алмайсың да, то есть қиынырақ. Америка андай да, больше андай да, мынаның өмірлері қалай екен, неге кейбір кезде айтасың да, не деген өмірлері жақсы, там үйлері, газондары, сондай нәрселерге қызығасың да. А именно жаңағы корейский фильмдерде там прямо ұқсайтын нәрселер көп. Я не знаю, как это связано, но біздің Сашамыз да ұқсамай ма американецтерге? Біздің Сашамыз да басқаша болып кеткен да. Біздің Саша болып кеткен. Біздің Саша болып кеткен. Сондай андай персонаж көрші Сашамызға ұқсата алмайсың ғой, бәрібір. Но вот последнее время пацаны деген не шыққан тұғын, The Boys. Блин, ол комикс уақиғасы. Иә, ол комикста прямо сол уақыттарда шыққан еще. Негізі ол да жазылған там. Бұрынғы Паук там нелерді жазылады ғой комикстердің. И ол да вроде бы, если не ошибаюсь, тоже сол жылдары тоже параллельно пацаны деген комикс деген. Ол, наоборот, противоположность супергероя. Мы супергерой деген кезде мы представляем идеальный персонаж, который помогает добро, зло. А ол сериалдан немножко наоборот, да, то есть... Ол жақта мораль қандай сонда? Ол жақта супергерой не совсем он хороший. То есть ол айтпайды да, адамға көмектесем, ау деп былай не ретінде көрсетеді андай. Адамдарға көмектесем деп, как шоу-бизнесте мысалы шығып, люди, я вам помогу деп былай адамдарға көмектеседі көзінше, а былай шын өмірде жаман адамдар ма? Жаман адам ішеді, не істейді, короче, шегеді, қыдырады, короче. Кездейсоқ адамдарды өлтіріп қояды. Онда сонда ол комикс әлемге антиреклама болып тұр ғой. Былай ғой, пародия. Оны мен өзім пародия деп қабылдаймын. Ол супергеройский комикстерге пародия жасап отыр да. Өзінің уақытындағы Супермен, Спайдермен, Бэтмен дегендерді керісінше жағын ашып отыр. Негізі қандай идеальный комикс екенін көрсетіп отыр да. Ал дәл соның анимеде де варианты бар. Ол One Punch Man. Яғни анимеде де мысалы барлық героика ол жерде барып мақсатына жетеді, түбінде барып Нарутомыз бар, бір күші бар. Ал One Punch Man соның барлығын абсурдқа айналдырып жүрді, ол бір удармен бәрін жеңіп тастайды. Оның өзінің күші басқа адамдардың күштерін бәрін жоққа шығарады. Оның күші де, оның жүріс-тұрысы да бәрі андай супер персонажға, кейіпкерге ұқсамайды. Бірақ ол бәрін бір удармен құлатады. Негізі өте жақсы есіңе түсірдің. Тақырбас. Ол әдемі де емес. Телосложениесі де жоқ, апарық қой. Өз киімі, өз тігіп алған, киімі. Өз тігіп алып еді. Өз тігіп алған, өз өңінің өз сары бір, ең бір тұрыс болмайтын бірдеңе. Мен былай қарасам, жаңа мен неге комиксті салыстыра бастадым? Комиксте нақты жаңа кім сендер айтпақшы, нақты өздерінің оқиғалары бар, айтқысы келгендері бар. Мысалы, Супермен ол Иисусты белгіледі. Негізі былай оның жоғарыдан ұшып келгені, бәрі құтқарушы деген өзінің екінші атауы, бәрі Иисустың несі? Прототип. Діни көзқарасы бар. Сосын, контекст бар. Сонда Спайдермен ол біз бәрімізге ұқсайтын
ең қарапайым адам әлемді құтқара алады деген сондай несі бар өзінің. Әркім спайдермен бола алады деген. Әркім спайдермен бола алады. Бірақ ешкім супермен бола алмайды, себебі ол жалғыз. Сондай белгілеп қойған нелер бар да. Әр персонажда, әр жаңағы супергеройда өздерінің мағынасы бар. Бір сөздері бар жабысып қалған. Спайдерменнің қолданып, жаңағы персонаж қолданып, большая сила, большая ответственность деген сондай сөзді жаздырып қойған. Сондай өздерінің айтқысы келген үлкен андай жұмыстары бар да комиксте. Соған қарамастан, жаңа мен сендер айтып отқан кезде мен өзім ойымның біраз сәйкестігі бәрібір қарапайым болып қалып жүр. Анименің жанына комикс бәрібір қарапайым. Сондықтан жаңағы абсурдтық біраз күлкіге айналдырған персонаждар бар ғой. Жаңағы проект, пацаны, One Punch Man. Олар пайда болмауға болмаған. Өйткені комикс көретін адамдар, мен біраз минустарын айтайын, күле бастады да. Әлде өздері есейгеннен кейін жаңағы қателіктерін көре бастады. Содан кейін комикстің көрермендері кішірейе бастайды. Өйткені ол жақта біраз абсурдтық, біраз андай терең мағынасы жоқ, жеңіл оқиғалар пайда болып кетті да, көбірек. Жаңағы мысалы үлкен белгілі персонаждардың ішінде Мстители, ол қазақша кек алушылар деген ол да ұғым ғой. Бұрынғы жаңағы әділетсіздікпен күресетіндер деген сияқты сондай ұғым ғой, үлкен ұғымда ал келді. Соған бір үлкен әлем жасады. Marvel енді ол жақта мықты нелер профессионалдар бар. Олар коммерциялықта жаңағы сюжет жағынан да үлкен успех алып келді. Бірақ та ол уақытша болып қалды. Тағы да біраз уақыттан кейін тағы әлсіреп қалды. Аниме тоқтамай кетіп жатыр. Аниме тек қана өсіп жатыр, менің ойымша. Бірақ анимеде супер хит жоқ қой әлі әлемге де. Супер хит енді пайда болып бара жатыр. Өйткені жаңағы Миязакидің өзінің үлесі бар, андай хиттердің үлесі бар. Дүние жүзі анимені қазір тұтынып бастап жатыр көп халықтар. Мысалы, бұрында біз ойламаушы едік қой, BTS-ті Америкадағы әр ток-шоу шақырады, Америкадағы топта бірінші орында бәленбай жұма тұрады деген біз бұрында ойламадық қой ондай зат, құбылысты. Қазір ондай бар. Blackpink, BTS кезінде Psy, олар енді болмаған азиатский рынок ашылды ғой, актерлар да. Азиаттық контентті біз осыны алдық. Оның сапасы үлкен екен дәлде алдық. Деп өзіміз қосып сағыма, қазақтарды қосып сағыма. Азиаттық деген біз азиатпыз ғой. Соған қарағанда енді өзіміздің түрімізбен әлемге шыға берсек болады. Шыға берсек болады, біз өзіміз айтамыз. По крайней мере, түріміздің репрезентациясы бар ана жерге. Ары қарай біз туралы айтады ғой, қазақтар өте дарынды деп. Ары қарай шығайық та өзіміз білеміз. Кеттік деп. Не отырмыз? По-любому. Неге оны жасамыз қойдық? Әр жерге әр подкаст. Аниме беретіні өте дәу көп, ауқымы да көп. Спорт жағынан алатын болсақ, аниме. Ол жерде неше түрлі спортсмендерге, мысалға, енді бастап жатқан спортсмен болса, ол жерде бәрін суреттеп қойған да саған. Сол боксқа, мысалға, шаг вперед деген боксерлар туралы аниме бар. Ол жерде суреттеп қойған, сен сол боксерский рингқа қазір бокстасуға шығып келе жатсың, сенде қандай состояние болады, сен соны қалай жеңе аласың, или қалай жеңілесің, жеңілген кезде не болады, жеңген кезде қалай болады. Бәрін суреттеп қойған. Детально суреттеп писаны, ол ойдың бәрін. Бірдеңелер аттап өтпей, әр болып жатқан эмоциялық состояние көрсете алады. Баскетбол туралы, волейбол туралы, көп спорт туралы аниме бар. Мен сол кезде көріп қаламын енді былай обложкаларын. Блин, қалай болады екен деп өзі ойлай қоясың, обложканы көресің ғой, спортпен байланысты, блин. Мен өзім футбол жақсы көремін, мысалы. Яғни футбол, жаңағы баскетбол сондай көбейіп отыр да, мен ойлай қоямын, блин, маған точно өте ма деген сияқты, блин, маған басқаша көрінеді кішкене. Аниме деген. Ал анименің экранизациялары туралы әңгімелесейік кішкене. Өзіміздің тақырыбымызға дәл таптың, мен сол сұрақты қойдым. Көргендерің бар ма анименің экранизациялары? Мысалы, соңғы уақыттары Бибоп шықты. Ажал дәптері бірнеше варианты бар. Кезінде шықты. Жапонша варианты бар, голливудша варианты бар. Титан шықты. Титанның, сосын соңғы уақытта шыққан ол One Piece'тің бір сезоны шықты. Көрдің бе? Netflix'те, кстати, мен соны арнайы уақыт
іздеп жатқанбыз соны қарау үшін. көрейін депсің ба? Иә, Netflixтен жаңа шықты ғой вроде бы несі. Netflixте де Мақтап әр жасқа байланысты өздерінің контенттері бар. Кім дорама жақсы көретіндер, там любовный линия жақсы көретін, қыздарға арналған, балаларға арналған, үлкен адамдарға арналған. Сол One Piece балаларға арналған сияқты, иә? Иә, меніңше сол сияқты, иә. Netflix мысалы көп трейлер түсіріп кетті да. Мысалы шетелден Испания, Германия сол елдерден жақсы фильмдер заказ беріп қабылдап, ол жақта бірақ та көбісі үлкен адамдарға арналған жанр. Сөйтіп балаларды тарту керек болды да. Мен ойымша сол себеп. One Piece'тің аудиториясы тартқысы келген ғой. Иә. Олар Netflix бірінші нені түсірді? Ковбой Бибоп дегенді түсірді, бірақ оны жалғастырмайтын болды екінші сезонға, себебі көп адам ұнамайды. Ал бірақ мынау One Piece'ті жалғастырамыз деп отыр. Бұл жақсы шыққан сияқты. Жақсы, несі бар, көрсеткіші жақсы екен. Мен басында ойладым, мен басында көргім келді. Потом анау анимасы бар екенін білем ғой. Потом ойладым, блин, анимасында қаншама серия бар. Иә. Бұған байланысты ма деп. Ол басынан бастала ма, қалай басталады екен? Басынан басталады. Аниманы көрмей Сосын бір бала жақында айтты да, сен түсінесің деді да, басынан бастап. Дедім да. А то мен ойладым, мен түсінбейтін шығармын деп, потому что фанаты болу керексің да, чтобы қарау үшін. Сен мысалы біздің ішімізде тек қана көрген бірақ адам. Менде Сен One Piece'ті өзің көрдің ба? Көрдің ба? Бәрін көріп шықтың ба? бәрі. Екеу Болды. One Piece туралы әңгіме Сен сонда Наруто мен жаңа One Piece One Piece көрген жоқ, Бличті де көрген жоқ әлі. Бличті мен бастадым. Анау үлкен үштіктің ешқайсысын көрмеген екенсің ғой, да? Сол үлкен үштік па? Наруто, Блич, One Piece үшеуі ғой енді. Мен Бличті бастадым, Нарутоны ең соңында көретін шығармын. One Piece'ті екінші көретін шығармын. Айтып берші. One Piece туралы. Не айтайын? Екеуің қарым-қарсы. Неге көріп бастадың? Не үшін 1000 серияға дейін жеттің деген сияқты? 1000 серияға дейін келуге не түрткі бар? Қайдан таптың сондай уақытты? Екінші сериядан кейін тастай салды ғой. Мен ол қаяқтан бастадым бірінші. Мен Нарутоны көріп жүрген кезде всегда байқайтындығым Еркехан, жаңа егіздердің біреу. Сол всегда Нарутомен параллельно бір аниме қарап жүреді да, неме. Мен көріп қалам, үйінен көріп баратқанда или жаңағыдей музыка жазып жүреміз, либо бірдеңе қол босаған кезде жаңа анимені қосып көріп отырады. Мынау не? One Piece дейді. Өтіп кетіп жүремін. Там 2-3 күннен кейін тағы көремін. Мынау қандай? Тағы сұраймын. Сөйтіп жүріп, бір күн бастайын деп уақыт келіп, бастадым, кірдім ішіне. Содан бері келатырық қой шықпай. Несі қызық сюжеті туралы? Ол жерде даму көп. Именно сосын жаңа Netflixте фильмі қызық болып жатыр, адамдарға өтіп жатыр дейді ғой. Мне кажется, ол әсері бар, өйткені анимеде қазір шарықтап жатыр да. Аниме өсіп жатыр. Жылдан жылға жәндегідей жоқ. И One Piece'тің ең қызығы Нарутода сен бір моменттерінде деуің мүмкінсің да, бір жылдар. Бір жерлеріне келген кезде One Piece'те ондай жоқ. Кете бересің да. Бәрі құламайды, иә? Именно және де осы жылы бүф болып жатыр да вообще. Ол сонда әлі жалғасып жатыр ма? Әлі, иә. Шарықтау жеңіне жетпейді әлі. Қанша сезон болып кетті сонда? Сезон білмеймін, 1070 па 1080 сериясы шықты. Сезон, енді бір сезонда 50 сериядан болса есепті беруге болады. Кейіпкерлер есейе ма? Иә. Сол қалай жыл өсіп келе жатыр, сол жылдармен параллельно өсіп келе жатыр өзі. Кейбір анимелер болды, бірден екінші сезонда уже бірден анда өсіп келе жатыр. Жазып жатқан адамдар да өсіп жатыр. Өскенде қалай? Именно қалай аниме өзі өсіп жатыр да, и адамдар жаңа жазып жатқан адамдардың мышлениясы да кейбір анимеде ода тоқтап қалады ғой адамдар. Шабыт тоқтап қалуы мүмкін, или информация бірдеңе, и сол кезде көріне бастайды да, аниме деп мына жерлер мына серия или мына сезон деп қалам. А One Piece'те прям білмеймін. Бұл жерде мен бір айтып кететін зат, жалпы Олжас білет. Бізде мысалы әрқайсымызда мамандыққа байланысты, өзінің кейбір жұмысқа байланысты команда жиналады ғой. Бірге көзқарастарымен ұқсас адамдар жиналады ғой. Сол жинаған адамдардың бір-біріне келгендері, мысалы ұқсастықтары, сосын жаңағы қойған мақсаттары, көзқарастар бәрі бірдей болғаны өте маңызды. Жаңағы топ, жиналған топ, ол сахнадағы топ болса да, сахнаның артындағы топ болса да, бір компания, бірдеңе өндіретін компания болса да, сол жиналған топ қаншалықты бір-біріне сәйкес келеді,
сосын жаңа мақсаттар көзқарастар бірдей болады, соншалықты көп жыл бірге жүреді екен. Жасап жатқандары сапалы, өте сапалы болады. Соған қарағанда біз мысалы зерттемесек те, оқымасақ та, One Piece'тің авторлары өте берік команда болу керек. Ол 100%. Өйткені 22 жылдан бері жүрсе, 25 жылдан бері жүрсе. Иә, олар өте үлкен. Ол негізі сирек қасиет. Соншама жыл сапалы зат жазу деген, шығару деген өте керемет. Ну даже ішіндегі адамдар кейбір кезде кетіп қалады басқа жолмен. Оның өзін ауыстыру, оның өзі сондай бір Қиын, адам табу қиын ғой андай. Бұл деген химия ғой, адамның бір-біріне көзқарас, бір жерге бір неге цельге қарап тұру, солай не арқылы общение, былай сөйлесіп, содан кейін барып бір-бірін түсінеді да, и бір бағытта қарайды да. И сол кезде продукт дейді ғой, бір шығады да. Сол химия арқылы сөйлесу, жаңағы не арқылы сен айтып жатсың ғой. Бұл жерде Болжас өз тілімен айтып жатыр, бірақ та біз көп көрермендер өте жақсы түсінеді болды. Өйткені бізде адамдар өздері түсінбейтін көп нелер бар, құбылыстар бар, оның атаулары жоқ. Сондықтан біз бірдей қылып түсіндіреміз ғой, оны химия деп айтамыз. Қазір мен неге соған көңіл бөліп отырмын, қазір ол өте маңызды. Қазір жаңағы ол жасап жатқан химия өте маңызды қазір өмірге. Өйткені химия болмаса, шығармашылық болмайды. Физика да болмайды. Химия апай келмей қалса, оны физика жағы да қиын мүмкін. Сол сияқты қызықты бір не болды. Наруто ма, One Piece па? Ол анимешниктердің не сұрағы ғой? Қиын сұрағы ма? Андай, иә. Құдай бар ма жоқ па деген сияқты. Ол жерде жаңа айтып отырдық қой, Нарутода деп қалатын жерлері бар, бірақ енді Наруто мен ең алғашқы анимем болғаннан кейін One Love па? Иә, ыстық. One Piece қазір уақытқа дейін енді Барутоны да қарап келатырмын. Қазір уақытқа дейін. Инерциямен ба? Қашан берсеңдер. Не? Сен бір неге берік екен, андай президент адамдар болады ғой. Мысалы өткенде бізге қонақ келді, Назым. Сол осы тақырып талқылады ғой, One Piece па, Наруто ма деген. Сол кезде ол айтады, оның версиясы. Наруто ұнамайды маған, себебі ол өзінің досын өзінің ығына жыққысы келеді дейді. Өзінің айтқанын істеткісі келеді өзінің досына, Саскеге. Ал Луфи, One Piece'тің бас персонажы, ол өзінің достарының өзінің ығына жыққысы келмейді, ол саған не керек деп сұрайды дейді. Екеуінің айырмашылығы осы дейді. Осы көзқарасқа қалай? Тым тереңге кеткен екен Назым, бірақ мойындау. Ол жоқ, Наруто қалай Саскеді қайға жыққысы келеді мен? Сен ойыңнан қайт, менің қайтадан досым бол. Өзіндікін қашып кеткен адам. Ана жақта өзіндікін емес, адамның туралы көп ойлайды дейді. Жоқ, ол жерде енді оның досы дұрыс емес ойдағы, ол кекпен дұрыс емес жолға кетіп баратыр. И ол досы жәндегідей жақсы сезімі болғаннан кейін оны жақсы жаққа алып кетті. Жаман жолдан құтқарып қалсы. Иә, сол ғана ғой. Бұл жерде емес қой ол жерде. Бұл жерде өте андай сирек құбылыс болып жатыр. Екі подкасттағы адамдар бірімен диалог жүргізіп жатыр. Дебат өткізіп жатыр. Жоқ, білмеймін, өйтіп қабылдамайды екен, өйтіп көрмейді екен Наруто. Бірақ та жаңағы негізгі ой маған ұнады. Мен екі жақты да білмеймін ғой. Бірақ та негізгі ой ұнады, өйткені нағыз достықтың ең шыңына жеткен бір қасиет ол өз-өзін қию ғой. Қабылдай білу. Иә. Досы үшін өзінің өмірін қию. Соған дайын болу. Сондайды көрсетеді ғой достықты. Солай. Сол сияқты жаңағы One Piece сондай бір кейіпкер бар сияқты ғой онда. One Piece'те керісінше ол жерде мысалы сен қалайсың ба, мен сені құтқарғанымды дейді да. Мысалы Наруто айтады, Саске сен қаламасаң да мен сені құтқарамын дейді да. Ал Луфи айтады, сен құтқар деп айт, сен қаласаң мен сені құтқарамын дейді. Луфи психолог емес па? Ол 20 жылдық терапияға барған шығар. Психологтар үйретпейді ғой, ол өзіне қармақ береді, иә? Ана Наруто өзі балығы аулап тамақ беріп өзі алып кетпекші. Сол фундаменталды айырмашылығы екі анименің.
наверное, кто как заблуждается, наверное. Екеуінің әртүрлі позицияда да, мүмкін ананың несі басқаша позициясы. жоқ уақытқа қарай сияқты. Меніңше жаңағыдай айтып отырмық қой, команданың өсуі, команданың ойлау қайқа баратқанын. Именно One Piece'те олар қазір әлем қайқа жүріп барады, бүкіл жағынан барады да. Соның бәрін ескере отырып олар соны қолданады да. А Нарутода өздерін қойып қойған, жаңа біздің кезіндегі енді ағаларымыз бар, үлкен нелеріміз бар ғой. Бізге тек қана мынандай музыка ғана, қалған бәрі сендердің жаңағы хип-хоп бірдеңе, оны түсінбейміз деп отыратын кісілер бар. Ол Нарутода сондай кісілер сияқты да. Сол үшін олармен бесполезно да. Просто қабылдайсың, керегін аласың, болды. Либо сен жаңағыдегідей отырасың, қойшы, керек емес. Күшті әңгіме болды. Болды деп үзбей қойып, тағы бірдеңе болса, монтажамын болсын, біз әңгімелесейік. Сендер, мысалы, былай снимать ету деген қайтады орысша айтамын. Снимать еткен аниме ән бар ма? Опенинг, әлде көрмедім бе ондайды? Снимать еткен қалай? Бір аниме жаңа айттың ғой, кімнің Нарутоның әнін, соны айтып көрген жоқсың ба? Токийский. Қазақша нұсқасын ба айтайын ба? Жоқ, жапонша. Жапонша нұсқасын ба? Ол тіпті қиын болып кетеді. Қиын бола ма? Паразит сериалы бар емес па? Аниме. Аниме. Көрдің ба? Жоқ, көрген жоқ. Паразит көрдің ба? Иә. Паразитті мен қарадым. Блин, маған ұнады паразит. И паразитта бір простая мелодия да там саундтрегінде. И там білмеймін кім айтады екен. Мелодия тың-тың-тың-тың-тың, тірі-тың. Сол маған не жамандай ұнап қалды да, короче, мелодия. И мен алдым да оны симплировать етіп, там несін тональныйсын түсіріп, и более хип-хоп версиясын істедім да. И потом Закқа айтамын, блин, менде бит бар, тыңдашы. И ол да біледі да ол нені. Мен говорит, ух ты, елки. И бір тема тауып алдық та, и болашақта істейміз деп қалдырып қойдық та, короче, бір неге. Болашақта бірден шығып қалуы мүмкін жерден. Өйткені бұл жерде бір андай мелодиясы кәдімгідей, прямо білмеймін әлде тыңдаған кезде. Ерекше ме? Ерекше бір баяғы кездерде елестетесің ба. И именно сол несі жаңағы паразиттің осы мелодиясы маған ұнады. Сол үшін мен бірінші рет соны көрдім, несін алып. Кімде сюжет қалай саған? Блин, сюжет өте ерекше, вообще. Қысқаша айтқан кезде басқа планетадан бір паразит келеді. Сол паразит адамның ішіне кіреді, зомби сияқты неге айналдырып жүреді. Сөйтіп әлемді адамшылықты бәрін жауламақшы. Бір қолы. Адамгершілік. Анау басты кейіпкерде қолы ғана болады, өйткені ол байлап әйтеу өлмей қалады. Паразит кірген кезде, адамның бұрыннан бір жерден кірген кезде адам өлу керек. Өйткені жүрегіне жетеді, жаңа паразит үстін өліп барып, жаңа сияқты тіріледі құбыжық болып. Зомби болды. Зомби сияқты, иә. Бас кейіпкер өлмей қалады. Өлмегендіктен бірдеңе ойлап табады да өлмей қалады. Сондықтан жаңа паразит өзі ақыры жұмысын соңына дейін жасай алмай қалады да, екеуі ақыры достас келеді. Ана қолы ғана паразит болады. Бүйтіп жүреді. Қолының аты бар, иә, паразиттің аты бар. Сол сияқты жартылай паразит болып қалған бірнеше персонаж бар. Сол жерде өздерін көріңдер, өте жақсы. Иә, паразит деген күшті, ол жақта ерекше ой тапқан. Өздеріңе ұнаған бірнеше анимені біздің көрермендерге ұсынсаңдар. Үшеу деп айтайық. Үш-үштен, иә. Вот паразит. Паразит учение жизни ема, қалай еді? Сонда бірдеңесі бар, менің есімде жоқ. Вот, содан кейін барып маған біледі. Тетрадь смерти, классика, енді содан бастау керек сияқты. Мен анимені бастасаңдар осы, либо Атака титанов, либо вот Тетрадь смерти. Үшінші, блин, Клинок. Клинок күтіп жүрмін мен. Қашан болады деп. Биыл шыға ма оның несі? Биыл шығып қойды, енді походу енді тағы бір жылдай күтетін сияқтымыз ғой. Ал Кайл, үш аниме айтсаң? Да. Мен сол кеңес. Не айтайын, сен енді айтып қойдың ғой көбісін. Нестандартный көп. Сага Винланд,
Аха. иә дәу көкелерге де бәріне өтетін шығар. А сен екеуінде көрдің бе? Екінші несін көрдің бе? Иә екінші сезонында иә. Бұл жерде сөйлеспеуге болмайтын шығар. Екінші сезоны өте күрделі, өте күрт өзгеріс Иә. өтті ме саған? Иә. Ол мықты. Бәрін тастап көрдім. Ол жақта шайқас жоқ. Алдындағыдай шайқас жоқ. Бірақ та адам өз-өзімен шайқасады. Өте күрделі болып кеткен. Сосын тағы не? Енді жаңа исторический более самурайларды жақсы көретінбіз. Самурай Чамплу. О, мен қайтады о деймін бір самурай чамплу. Самурай чамплу деген сөз етсем о деймін. Оны Асекең айтқан маған бірінші. Мә сол анимені қара деп. Енді ол жерде аяғы енді вообще. Содан кейін Тағы не бар еді? Шаг вперед. Боксерлар. шаг вперед. Мықты уж аниме. Бір сұрақ қойсайшы, жаңағы тағы айтсам Муген, сосын екіншісі Хин бет, жаңағы екінші жаңағы көз әйнек киген. Сол ма әлде Муген саған қайсысы ұнайды? Екеуі де ұнайды. Екі бөлек кейіпкер бар. Иә. Екеуден Бірақ екеуі де иә. Бізде бүгін қонақта болған Олжас, Кайл. Бұл Терминатордағы Кайл емес. Қазақстандағы өте жақсы дарынды бала. Біздің келгендеріңе рахмет. Сіздерге рахмет шақырғандарыңызға. Өте жақсы әңгіме болды. Әңгіме дүкен. Аниме дүкеніміз аяқталды. Бізді Изи қосымшасынан көріңіздер. Асқа көріңіздер және жаңағы лайк басыңыздар. Соған көшіп кеттік енді біз. Пікір жазыңыздар. Пікір жазыңыздар, қош сау болыңыздар. Соғысты кім бастаған? Жын паразит. Ұмытып қалыппын мен де. Басым жаңалықпен ауыратын адаммын ғой. Негізі жігіттер біздікі дұрыс емес, бәрін қиратамын десе. Привет. Басын жоқ деді ғой. Книга была лучше.